Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай түрлі түсті қырыққабаттан өте дәмді, тез жасалатын салат жасадым. Рецептімен сіздермен де бөлісе кетейін. Ең алдымен қырыққабатымызды осындай қайнап тұрған ыстық суға или бульонға салып аласыздар 30-40 минутқа. Одан кейін алып, жақсылап бөлшектеп, тазалап, қара жерлерін алып тастап, салатқа дайындау керек болады. Мына осылай видеода көрсеткендегідей жасайсыздар. Енді пиязымызды осылайнан 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлгеннен кейін осылайнан мына видеода көрсетілгендей ашып аласыздар. Мінекей мен 2 пиязымызды осылайнан жақсылап ашып алдым араларын. Енді қызып тұрған майда пиязымызды қызартып қуырып аламыз 3-4 минутқа. Енді мына тәтті бұрыш, оны да осылай видеода көрсетілгенде қатты майда емес, қатты үлкен емес, осылайнан кесіп аласыздар барлығын. Содан кейін майға салып 2-3 минут қатты қуырмайсыздар, бір 2-3 минут қана салып аласыздар. Енді дәмі бойынша тұз және қара бұрыш себесіздер. Бір араластырып, мінекей дайын болды. Енді осыны жаңағы түрлі түсті қырыққабатымыздың үстіне салып, осылайнан жақсылап араластырасыздар. Енді үстіне қиярымызды саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Енді помидор черри салдым, ортасынан бөліп үстіне. Енді үстіне жаңағы соевый соусымыз құямыз. 4-5 ас қасық жетеді. Көп құймаңыздар, көп құйып жіберсеңіздер, салаттарыңыз қап-қара болады. Мінекей біздің салатымыз дайын десек те болады. Барлығын осылайынан жақсылап араластырып, ыдысымызға салсақ болады. Мінекей осындай керемет салат шықты. Дәмді, тез жасалады. Біздің түрлі түсті қырыққабатымыз жеген кезде қытырлап тұрады. Себебі біз оны қайнатпай, ыстық суға салғандықтан, 30-40 минутқа ыстық суға салғандықтан, жұмсақ болмай, әдемі болып шығады. Сондықтан капустамызды қайнатпаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.